Фуссилат сүресі. Рахман. Әрі аса рақымды Алланың атымен бастаймын. Ха-мим. Бұл Рахман. Күллі жаратылысты шексіз рахмына бөлеген. Рахим. Әсіресе мүмін құлдарына ерекше мейірімді Алладан бірте-бірте түсірілген кітап. Бұл ілімнің жөн жосығын, һәм араб тілінің бар ерекшелігімен қасиетін жақсы білетін әрбір қауым үшін аяттары ашық баяндалған, жүйелі түрде тізілген, таза да көркем араб тілінде оқылатын кітап. Сондай-ақ ол мүміндерді сүйіншілеуші, һәм адасқандарды ескертуші ретінде түсірілген кітап. Алайда олардың, меккеліктердің дені одан сырт айналуда әрі оған мүлдем құлақ аспауда. Олар пайғамбарға: сенің бізді үндеп жүрген сеніміңе жүректеріміз мүлдем жабық, жүректеріміз қат-қабат қаптаманың ішінде, құлақтарымыз саңырау және сені мен біздің арамызда перде бар. Олай болса, білгеніңді істе, біз де өз білгенімізді істейміз деді. Уа Мұхаммед, оларға: мен де сендер сияқты адам баласымын. Менің сендерден бір ғана айырмашылығым, маған құдайларың жалғыз құдай деген уахи келді. Ендеше оған тұп-тура бет алыңдар және одан күнәларың үшін кешірім тілеңдер деген. Аллаға өзгелерді серік етіп қосатын мүшриктер қараң қалсын. Олар дүниелерінен зекет бермейді, ақиретті де мүлдем жоққа шығарады. Ал иман келтіріп, игілікті істер істейтіндерге келсек, оларға әсте түгесілмейтін қисапсыз сый-сияпат бар. Оларға: сонда сендер жер бетін 2 күнде жаратқан Алланы шынымен жоққа шығарып, оған өзгелерді тең тұтасыңдар ма? Ол күллі әлемнің, күллі жаратылыс атаулының Раббысы. Ол жер бетіне мызғымас тауларды орнатып, жерге құт берекет артты. Сондай-ақ онда өзінен ризық несіп етілеуші күллі жаратылыс атаулының бар азығымен мұң-мұқтажы тұп-тура 4 күнде, яғни 4 мезгілде өтелетін етіп жазды, бекітті. Содан кейін шексіз ілімін, қалауын, құдіретімен шарапатын ол кезде тұмандық болған көкке бұрды да, көк пен жерге: мейлі өз еріктеріңмен, мейлі еріксіз түрде болсын, келіңдер, әміріме мойынсұныңдар деп бұйырды. Сонда олар: біз әміріңе мойынсұнған күйде өз еркімізбен келдік деді. Сөйтіп ол көкті 2 күнде 7 қат көгетіп толық қалыптастырды да, әр аспанға өз ісін білдіріп аян берді. Содан біз жерге ең жақын жүйенің аспанын шамшырақтармен, жұлдыздармен безендірдік, һәм оны сөгіліп құлаудан әр періштелердің сөзін есту үшін ұрланып тың-тыңдайтын жын шайтандардан қорғадық. Міне, мұның бәрі азиз, бәрінен үстем әрі ұлы, алим, шексіз ілім иесі болған Алланың жазғаны. Егер олар әлі де үндеуіңе құлақ аспай сырт айналса, оларға: мен сендерді Ад пен Сәмуд қауымының төбесіне түскен жай отындай алапат азаптан сақтандырудамын де. Пайғамбарлар қолдарындағы бар мүмкіндікті пайдаланып, ақиқаттың бар дәлелін алдарына тарта отырып оларға: Алладан өзгеге табынбаңдар дегенде, олар: егер Раббымыз бізге пайғамбар жіберуді қаласа, періштелерді түсірер еді. Ендеше біз сендер әкелгеннің бәрін жоққа шығарамыз деп айтты. Ад қауымы жер бетінде орынсыз тәкаппарланып: бізден күшті кім бар деді. Сонда олар өздерін жоқтан жаратқан Алланың олардан әлдеқайда күшті екенін көрмеді ме? Олар біздің шексіз құдіретіміздің айғағы болған ап-айқын аяттарымызды біле тұра жоққа шығаратын еді. Сол үшін оларға бәле-жалаға толы күндерде ызғарлы дауыл жіберіп, бұл дүниеде өздерін қор қылған азаптың ащы дәмін таттырдық. Ал ақирет азабы болса, олар үшін одан өткен қорлық болмақ. Онда оларға ешқандай жәрдем берілмейді. Ал Сәмудқа келсек, оларға да тура жолды көрсеттік. Алайда олар тура жолдың орнына көрсоқырлықты, азғындықты таңдады. Нәтижеде өз қолдарымен істеген күнәлары себепті кімді болса да қор қылатын алапат азап төбелеріне жай оты болып түсіп, барлығын тырп еткізбей бас салды.
Ал иман келтіріп, бізді шын көңілден ұлықтап, бізге қарсы келуден һәм қаһарымызға ұшыраудан барынша сақтанғандарды аман алып қалдық. Күндердің күнінде Алланың дұшпандары топ-тобымен тозаққа айдалу үшін қабірлерінен шығарылып сап түзеген күйде ғарасат майданына айдалады. Олар межелі жерге келіп жеткенде, құлақтары, көздері һәм тілдері дүниеде не істеп, не қойғанын айтып, өздеріне қарсы куәлікке жүреді. Сол кезде олар терілерінен, неліктен өзімізге қарсы куәлікке жүрдіңдер деп сұрайды. Сонда терілері, барлық нәрсеге тіл бітірген Алла бізге де тіл бітірді деп жауап береді. Ол сендерді әу баста шоқтан жаратты және бәрің оған кері қайтарылудасыңдар. Сендер дүниеде жүргенде, өз құлақтарыңның, көздеріңнің һәм тілдеріңнің Алланың алдарына барғанда өздеріңе қарсы куәлікке жүретінін қафирлеріңе ілмейтін едіңдер, сондықтан күнәларыңды олардан жасырмайтын едіңдер. Сондай-ақ, істеп жүрген істеріңнің көбін Алла білмейді деп ойлайтынсыңдар. Міне, Раббыларың жайлы ойлаған осы бір жаман ойларың сендерді бір жолата құртып, құрдымға батырып тынды. Сөйтіп, зиянға ұшырағандардың қатарына қосылдыңдар. Егер шыдай алатын болса, олардың мәңгілік мекені тозақ болмақ. Ал егер жан төзгісіз азапқа шыдай алмай, дүниеге қайта оралып, Раббыларын разы еткілері келсе, оларға ондай мүмкіндік берілмейді. Бұл дүниеде имандылықтың орнына күпірлік пен күнә атаулыны таңдағандар үшін оларға адам мен жынның әзәзіл шайтандарын ажырамас дос қылып қосып қоямыз. Сөйтіп, әлгі жолдастары олардың келешегімен өткенін, істейміз деп ниеттенген жамандықтары мен істеген барлық күнәләрін жағымды да керемет істер етіп көрсетеді. Міне, олардан бұрын өмір сүрген жындар мен адамдардың тозақы қауымдарына қатысты айтылған кесімді сөз, яғни кесілген жаза, осылайша оларға да айтылды, кесілді. Олар шынымен зиян шегушілер. Қасарыспа кәпірлер, бұл Құранды тыңдамаңдар, оқылғанда улап шулаңдар. Бәлкім, сонда ғана одан басым түсіп, үнін өшірерсіңдер дейді. Міне сол үшін біз күпірлікте қасарысқандарға ауыр азаптың ащы дәмін таттырамыз, һәм оларды істеген істерінің ең жаманына қарай жазаға тартамыз. Міне, Алланың дұшпандарына берілетін жаза тозақ. Аяттарымызды әдейі жалғанға шығарғандарына жаза ретінде, онда олар үшін азапқа толы мәңгілік мекен бар. Әзәзілдің арбауына еріп, күпірлікте қасарысқандар онда, уа Раббымыз, бізді тура жолдан тайдырған әлгі жын мен адамның шайтандарын бізге көрсетші. Оларды табанымызға салып, айызымыз қанғанша илейік. Сөйтіп олар жаһаннамның ең түбінде қалатын, ең пәс пенделерің болсын деп айтады. Ал Раббымыз Алла деп, иман айтқаннан кейін, шынайы иманның талабына сай сенімде, ниетте, һәм іс-әрекеттерде ақиқаттан ауытқымай, тұп-тура жолмен жүргендерге оқтын-оқтын періштелер түседі. Сөйтіп періштелер оларды бұл дүниеде бәле-жаладан қоритын болады. Ал ақиретте достық пейіл танытып, азапқа душар болмас бекенбіз деп қорықпаңдар, әрі дүниеде біліп-білмей істеген күнәларың мен ниет етіп істей алмай кеткен игі істеріңді ойлап мұңаймаңдар. Өздеріңе уәде етілген жәннатқа қуаныңдар. Біз дүниеде де, ақиретте де сендердің жанашыр достарың боламыз. Жұмақта көңілдерің неге соқса, соның бәрі алдарыңа тартылады. Онда қалағандарыңның бәріне қол жеткізесіңдер. Міне бұл өте кешірімді, мүмін құлдарына ерекше мейірімді Алладан сендерге деген сый құрмет. Ел жұртты Аллаға, оның хақ жолына шақыратын, һәм өзін әрі қоғамды түзеуге бағытталған игілікті істер істейтін, әрі мен шын мұсылманмын деп жар салған жаннан асқан сөзі жақсы кім бар? Жақсылық пен жамандық бірдей болмайды. Сен жамандықтың қарымын, қолыңнан келген ең керемет жақсылықпен қайтар. Сонда өзіңе хас дұшпан болған адамның жан досыңа айналғанын көресің. Алайда ондай кемелдікке, қиындықтарға мойымаған,
нәпсі мен әзәзіл шайтанның уәсуәсіне қарсы тұру һәм Аллаға қалтқысыз мойынсыну мәселесінде сабырлық таныта білгендер ғана қол жеткізе алмақ. Сондай-ақ оған адами қасиеттер мен жақсылықтан нәсібі мол болған жандар ғана қол жеткізбек. Егер сені әзәзіл шайтан түртіп азғырар болса, дереу Аллаға сыйын. Ол Сәмиғ, бәрін естуші, Алим, бәрін білетін, шексіз ілім иесі. Түн мен күндіз, күн мен ай, жалпы болмыстағы әрбір жаратылыс, оның бар екенін, құдіреті күшті жалғыз Құдай екенін көрсететін аяттары, ап-айқын дәлелдері. Олай болса, күнге де, айға да сәжде етпеңдер. Егер бір Аллаға ғана табынуды қаласаңдар, солардың бәрін жоқтан жаратқан Аллаға сәжде етіңдер. Егер олар, кәпірлер, мүшіріктер тәкаппарланып Аллаға сәжде етуден бас тартса, шүбәсіз, Раббыңның құзырындағы періштелер күні-түні сен мінсізсің, бар мадақ пен шексіз шүкіршілік бір өзіңе ғана тән деп, оған мадақ жаудырады, және оны дәріптеуден әсте жалықпайды. Алланың шексіз құдіретін көрсететін дәлелдердің бірі, қуаңшылық кезінде жерді әбден қаңсып, ұнжырғасы түскен күйде көресің. Алайда оған көктен жауын жаудырғанымызда, әлгі өлі жер бірден дүр сілкініп, қопсып шығады. Шүбәсіз, сол өлі жерді тірілткен Алла өлілерді қайтадан тірілтуші, өйткені оның құдіреті барлық нәрсеге толық жетеді. Расында, болмыстағы һәм кітаптағы аяттарымызға келгенде, ақиқаттан ауытқитындар бізден жасырына алмайды. Яғни олардың ісі біз үшін беймәлім құпия болып қалмайды. Өздерің айтыңдаршы, тозақ отына тасталатын адам қайырлы ма жоқ әлде? Қиямет күні еш нәрсеге алаң болмай, өзін қауіпсіздікте сезінген күйде құзырымызға келетін адам қайырлы ма? Ендеше, қалағандарыңды істеңдер. Ол не істеп, не қойып жүргендеріңді толық көруде. Өздеріне келген осынау ұлы тәлімге, Құранға сенбей, күпір болғандар, о дүниеде сөзсіз тозаққа тасталады. Шүбәсіз ол теңдесі жоқ қасиетті кітап. Жалған атаулы, оған алдынан да, артынан да жақындай алмайды. Ол Хаким, әр үкімі мен ісінде көптеген хикметтер болатын. Хамид, бар мадақ бір өзіне ғана тән әрі бір өзіне ғана лайық болған, Алладан бірте-бірте түсірілген кітап. Уа Мұхаммед, анығында кәпірлер тарапынан саған қатысты айтылып жатқан жағымсыз сөздердің бәрі де өзіңнен бұрынғы пайғамбарларға да айтылған сөздер. Одан басқа түк емес. Шүбәсіз Раббың һәм кеңшілік иесі, һәм жан төзгісіз азап иесі. Егер Құранды ғажам тілінде, яғни араб емес бөгде тілде түсіргенімізде, кәпірлер міндетті түрде өре түрегеліп, оның аяттары неліктен ашық әрі бізге ұғынықты тілде баяндалмаған, өзі ғажам тілінде, ал әкелген адамы мен келген қауымы араб, сонда бұл қалай дер еді? Ендеше оларға, ол иман келтіргендер үшін тура жол әрі шипа деп айт. Ал иман етпейтіндердің құлақтары оны естіп, ұғуға келгенде тым ауыр. Құран олар үшін жабық әрі көмескі келеді. Олар өздеріне қашық жерден үн қатылғандай, оның үнін анық ести алмайды. Уа Мұхаммед, біз Мұсаға да кітап берген едік. Сонда сенің қауымыңның Құран мәселесінде қайшылықта болғаны сияқты, оның қауымының арасында да Тәуратқа қатысты қайшылықтар туды. Егер Раббыңның құлдарына қатысты бұрын соңды айтқан, яғни оларды бұл дүниеде дәм тұздары таусылғанша өмір сүргізіп, жақсы жаман істерінің қарымын арғы дүниеде толық қайтарамын деген кесімді сөзі болмағанда, олардың арасында кесімді үкім беріліп, бұл мәселеге баяғыда нүкте қойылған болар еді. Алайда олар Алланың кітабына қатысты күмәннен арыла алмауда. Кім-де-кім жақсылық жасаса, өз пайдасына. Сондай-ақ кім жамандық жасаса, өз зиянына. Раббың құлдарына әсте зұлымдық жасамайды.
Қиямет сағаты бір Аллаға ғана мәлім. Сондай-ақ қандай да бір жемістің түйнек салуы, һәм қандай да бір ұрғашының жүкті болуы, әрі тууы, оның ілімінен тыс жүзеге аспайды. Ол күндердің күнінде, маған тең тұтылған ортақтас серіктестерім қане деп үн қатқанда, мүшриктер, арамызда сенің ортақтас серігің бар дегенге куә болатын бірде-бір жанның жоқ екенін өзіңе мәлімдейміз деп жауап береді. Олардың бұрын соңды тәңір тұтып жалбарынған жалған құдайлары өздерін тәрк етіп, көзден ғайып болды. Сөйтіп олар Алланың азабынан ешқайда да қашып құтыла алмайтындықтарын аңғарды. Адам баласы өз басына жақсылық тілеуден әсте жалықпайды. Ал қандай да бір қиындыққа душар бола қалса, бірден салысуға кетіп, үміт үзіледі. Ал басына түскен қиындықтан кейін оған рахымымыз түсіп, қандай да бір нығметтің дәмін таттырар болсақ, ол міндетті түрде мен онсыз да бұған әбден лайық едім, анығында мен қиямет қайым орнайды дегенге онша сенбеймін. Ал егер мүміндердің айтқаны рас болып, қиямет шынымен орнап, Раббымның құзырына қайтарыла қалсам, онда оның дәргейіндегі ең керемет сый-сияпаттың да менің еншіме тиері сөзсіз деп көкейді. Ендеше, күпірлік қылғандардың дүниеде істеген теріс істерін өздеріне толық баяндап береміз, әрі оларға ауыр азаптың ащы дәмін міндетті түрде таттыратын боламыз. Адам баласын нығметке бөлесек, сол нығметке масайрап, Раббысынан сырт айналып, қашқақтай береді. Ал басына жамандық келсе, ерінбей, жалықпай ұзақ уақыт дұға етіп жалбарынумен болады. Оларға егер бұл Құран шынымен Алладан келіп, сендер оны жалғанға шығарған болсаңдар, онда өздерің айтыңдаршы, ақиқаттың ауылынан мүлдем алыстап кеткен мына сендерден асқан адасқан бола ма деп айт. Біз оларға жер-көкті, һәм өз болмыстарындағы құдіретіміздің шексіздігін көрсететін ап-айқын дәлелдерімізді ашып көрсетеміз. Сөйтіп, ақырында оларға Құранның бастан аяқ ақиқат екендігі айқын көрінетін болады. Әсілі Раббыңның бар нәрсеге куә болуы, һәм барлық нәрсенің оны меңзейтіндігі ең үлкен дәлел ретінде саған жетпей ме? Алайда біліп қойыңдар, олар бұл дүниеде істеген күнәлары үшін о дүниеде жауапқа тартылуды қаламағандықтан, Раббылармен қауышатындығына күмәнмен қарайды, және сол үшін Құранға да сенбеуде. Сондай-ақ біліп қойыңдар, ол өзінің шексіз ілімі һәм құдіретімен барлық нәрсені толық қамтушы.